Ау, Зәуре, естіліп тұр ма әріптестер? иә, ағай. Ал, Зәуре естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр. Саламатсыздар ма? Бастай беріңіздер, кіріп Алло. отырмыз. Бастай беріңіздер, кіріп отырмыз. Болды, бастай береміз оны. Қайырлы күн, әріптестер. 103-ші жалпы орта білім беретін мектебінің тарих және құқық пәнінің мұғалімі, педагог модератор Кадыркулова Зәуре Әділхан қызы. Бүгінгі сабағымыз шеберлік сабағым. Тақырыбым жаңартылған білім мазмұны бойынша оқу сапасын жақсартудағы тиімді әдістер мен тәсілдер. Мақсаты мұғалімдердің сыни ойлау дағдыларын одан әрі дамыта отырып, олардың назарын жаңа тәсілдерге аудару, жаңартылған білім беру мазмұны бойынша оқытудағы жаңа әдіс тәсілдерді ұғындырып, оларды өз тәжірибесінде қолдануға баулу. Жоғарғы сыныптарда жас ерекшеліктеріне сәйкес ойын арқылы оқыту тиімді болып саналады. Сонымен қатар ізденіс және шығармашылық тапсырмалар оқушыларды ғылымға жетелейді. Сабақта қолданылатын жағдаяттық және рөлдік ойындар оқушыларды сөйлеуге, ойын арқылы рөлдік еркін айтуға, өз ойларын еркін айтуға жетелейді. Ашық және жабық сұрақтарды орнымен қолдану өзі оқушыны сыни ойлауға жетелейді. Келесі, сабақты осылай жоспарлау арқылы тиімді нәтижеге қол жеткіземіз. Ең бірінші оқу мақсаттарына шолу. Оқу мақсатымыз нақты қол жеткізу үшін сол оқу мақсаттарымен жұмыс жасаймыз. Ойлау деңгейлерін сәйкестендіру, бағалау критерийлерін анықтау, тапсырмалар құрастыру және сол тапсырмаларға дескрипторлар құрастыру. Сонда ғана бізде нәтиже болады. Сабақ барысында ең бірінші ұйымдастырамыз жаңағы топқа бөлу әдістері арқылы. Оқушыларды топқа қазіргі таңда көптеген оқушыларымыз смартфон, яғни телефонды пайдалана отырып, тиімді пайдалануды үйрету мақсатында QR-код арқылы топқа бөлу. Немесе әлеуметтік желілердің атауымен бөлу, тағы басқа. Мынандай QR-код арқылы өз сабағында қолдандым, мінекей сурет арқылы көрініп тұр. Келесі, мозаика әдісі арқылы, яғни Learning Apps жаңағы бағдарламасында үй тапсырмасына шолу, яғни үй тапсырмамды пысықтап алу арқылы осы Learning Apps бағдарламасын қолдандым. Яғни ол жерде сұрақтарға жауап беру арқылы мозаиканы құрастырды. Мозаикадан шыққан суреттерді оқушылар, яғни жаңа тақырыптың ашып, жаңағы мағынасын ашты десек те болады. Келесі, топтық жұмыс. Түсін, талда, жеткіз оқулықпен жұмыс жасау. Яғни бұл жердегі мақсатым оқушыларға оқулықтағы мәтінді бөліп, топта өзара келесі бір топтарға қонақ болу әдісі. Әр топқа жеке тапсырмалар беріліп, топтан топқа талдау, келесі топтарға қонаққа барып, Участник отыр. Осындай әдіс тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың білім сапасын көтеремін. Келесіде оқушылардың жаңа тақырыпты қаншалықты меңгергендігін білу мақсатында желідегі Learning Apps, Kahoot, QGIS бағдарламаларын қолданамын. Бұл бағдарламалар арқылы оқушылардың жас ерекшелігіне сәйкес көптеген деңгейлік тапсырмалар, яғни сәйкестендіру, тест жұмыстарын және картамен жұмыс жүргізуге өте тиімді. Сонымен қатар стоп кадр әдісі де қолданамын. Мына жерде суретте өзімнің сабағымда қолданған әдіс тәсілдерді сурет арқылы көрсетіп жеткізіп отырмын. Мына жерде ең бірінші стоп кадрде сурет арқылы сол сурет
те жаңағы сол суреттің мағынасын ашу мақсатында оқушылар өздерінің өз ойларын жазып, жаңағы өз ойларын жеткізеді. Келесі. Тарихи есептер шығару. Оқушыларға әр санның тарихи оқиғасын ұсынып, сол оқиғаның уақытын табу арқылы тарихи даталарды жетік меңгереді. Мына жерде көптеген жаңағы жылдарды жазамын. Сол жылдар арқылы оқушылар жаңағы оқиғалармен байланыстырады. Яғни бұл жерде датаны да еске сақтай отырып, ең жаңағы оқушылардың қызығушылықтары артады. Жаңартылған білім берудің маңыздылығы оқушы тұлғасының үйлесімді, қолайлы білім беру ортасын құра отырып, сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, акт қолдану, жеке жұппен топта жұмыс жасай білуді үйрендім. Тиімді оқу мен оқытудың, белсенді оқудың әдіс тәсілдерін сабағымда үнемі қолданып отырамын. Қорытындылай келе, бұл жаңа әдіс тәсілдерді тиімді пайдалану нәтижесінде қазіргі оқушының сабаққа қызығушылығы артады, өз бетімен жұмыс істеуге үйренеді, жеке қабілеті айқындалады, нақты өз деңгейінде бағаланады, өз пікірін ашық білдіреді. Көптеген жаңағы әдіс тәсілдер арқылы балдардың кейде тақырып бойынша тест беремін. Сол тест арқылы балдар қатемен жұмыс жасау арқылы өз деңгейлерін көтереді. Осындай Жақсы, керемет әдістеріңіз. Тарих сабағында сын тұрғысынан ойлауға үйрету әдістеріңіз көрсетіп жатсыз. Жақсы әдістер. Тәжірибе алуға үлкен үйренуге, қазіргі біздің жас мамандардың үйренуіне көптеген бір жақсы әдістер ұсынып отырсыз. Қазіргі цифрлық білім беру ресурстары пайдаланып өтіп жатсыз, көрініп тұр. Енді қараңыз, менде мынандай сұрақ бар да. Үлгермейтін, мысалы, мүлдем сабаққа қызықпайтын оқушылар бар бізде. Бәріміздің басымызда бар ғой ондай балдар. Оларға қандай тапсырма бересіз? Мен оларға жаңағы сәйкестендіру мақсатында, жаңағы сол тақырыптың оқу мақсатына сәйкестендіру жасаймын. Немесе көптеген я жоқ, ақиқат жалған деген жаңағы тапсырмалар арқылы балдардың білімін жаңағы арттырамын. Деңгейіне қарай төмен деңгейлі тапсырмалар берем деп тұрсыз, әртүрлі деңгейде, яғни дарықты оқушылармен, үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс жасалады міндетті түрде. Оларға арнайы өздерінің жаңағы тапсырмалары бар. Тапсырмалар көп өте. Соларды ұйымдастыру арқылы жаңағы балалардың білімін арттыруға үлес қосып отырмын. Әріптестер, қалғандарыңызда қандай сұрақтар бар? Біздің 103-ші мектептің тарих пәні мұғалімі Қадырқұлова апайымызға. Баланың жалпына білім сапасын арттыруға, үлгермейтін оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттыруға байланысты сұрақтарыңыз қойсаңыздар. Әріптестер, сұрақ қойыңыздар. Так, бізде 106 мектеп отыр, 103 отыр, 130 отыр. Бізде мынау сыныптарда тарихи есептер шығару көбінесе оқушылар даталарды жаттай алмайды ғой. Сондықтан мен осы әдісті пайдалана отырып, өз жаңағы іс тәжірибемде қолдана отырып, оқушылардың жаңағы апай есте сақтау жаңағы осы кешегі ұбт-да келген сұрақтар да осы сіздің берген тапсырмаларыңыздың көбісі келді деп отыр. Өйткені оқулықпен жұмыс жасай отырып, балдарға көптеген тақырып бойынша тест беріп, сол қатемен жұмыс жасап отырдық.
Одан кейін үйге тапсырма балдар өздері кем дегенде 50 тест немесе 25 тест әрқалай ғой балдардың өзінің шама шарқына қарай тесттер жасап келеді. Және де сол тест арқылы бір-бірімізбен жаңағы оқушылар бір-бірімен алмастыра отырып, сол жасаған тесттеріне жауап жазады және де оқушылардың өздері тексереді. Жаңағы оқушылардың өздері тексере отырып, білімдерін арттырып отыр. Негізі тақырып бойынша тест алған ол да тиімді деп ойлаймын. Деңгейлік тапсырмалар. Жақсы, енді сіздің білім сапаңыз қанша өз пәніңізден? Өз пәнімнен білім сапам ең жоғарғы сыныптарда 96%. Өйткені мен күнделікті тапсырма арқылы балдарды форматив баға қойып отырмын. Ол жерде күнделікті бала жауап беріп отыр. Сол сәйкестендіру болсын, кез келген тапсырмалар арқылы олар өздерінің білімдерін шыңдап отырғаннан кейін мен олардың жаңағы күнделікті алып отырған форматив бағаларын қойып отырмын. Сол арқылы 96% үлкен ғой, совсем үлкен пайыз ғой. Ол оған жауап бере аласыз ба? Сол балдарыңыздың бәрі егер сыртқы бағалау көбінесе ата-аналармен де тығыз байланыста боламын. Бұл жерде мен әрі қосымша жұмыс атқара отырып, оқушыларымның білім сапасын жаңа көтеріп отырмын. Әріптестер, сізде не дейсіз? Құрметті әріптестер. Күнделікті жаңағы балдарды жаңа 100% форматив баға жаңағы бағалауға да болады. Жаңағыдай солардың жауаптары арқылы нәтиже шығарып отырмыз. Яғни бұл жерде бала, оқушы және ата-ананың байланысы. 106-шы мектеп, апай. Сіз не дейсіз? Саламатсыздар. Ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындап жатсыз, орта балыңыз қанша болып жатыр? Орта балым 82% болды. Одан кейін мектепте дайындап жатсыз? Иә, өзіміз мектепте дайындап отырмыз. Ата-анамен тығыз байланыса отырып, өзіміз уақыт белгілей отырып, оқушылармен жұмыс жасаймыз. Және де оқушылар көбінесе бізде курсқа да жаңағы өздері ұсыныс жасағандықтан өзіміз мектептің ішінде ұйымдастырып отырмыз. Басшылармен келісе отырып, мектептің ішінде оқушылардың білім сапасын көтеру мақсатында жаңағыдай ұйымдастырып отырмыз. Ол ата-ана, оқушы және де мұғалімдердің арасындағы байланыс деп ойлаймын. Мінекей, балдар белсене қатысып отыр, қызығушылықтары артып отыр оқушылардың. Барлық сондай. Одан кейін күнделікті сабағымда әртүрлі әдіс тәсілдерді қолданамын. Жаңағы күнде жаңа сабағыма байланысты әдіс тәсілдерді алып келіп, жаңа тестпен жұмыс жасаймыз ғой. Жақсы. Енді осы балдарыңыз олимпиададан орын алып жүрген балдар бар ма? Сол сыныптарыңызды сабақ беретін өзіңіздің? Өзімнің сыныбымнан жаңағы 11-ші сыныптарды биыл олимпиададан кешегі аудандыққа қатысты, бірақ орын аламай қалдық. Ғылыми жобалар, мысалы конкурсы, ғылыми жобаларға қатыстырып жатсыз ба? Менің осы салада жұмыс істеп отырғаныма 2 жыл болды. Құдай қаласа алда келе ол мақсат жаңағы осы 103-ші мектепте 2 жыл болды жұмыс істеп отырғаныма. Осының өзінде нәтиже көрсетіп отырмын деп ойлаймын. Алда көптеген мақсаттарым бар. Құдай қаласа соның барлығын сіздерге көрсетемін. Жұмысымды жоспарлап отырмын. Алда көптеген жоспарлар бар. Құдай қаласа сіздермен Жақсы, рахмет сізге. Шығармашылық табыстар тілеймін. Балдарыңыз жақсы жетістіктерге жетсін. Енді біздің мектептен біздің де жас маманымыз Мөлдір Бейсеева деген өзінің үлгермейтін оқушылармен жұмысын көрсеткісі келіп жатыр. Қысқаша кішкене жұмыс бабын қалай іске асырып жатыр. Бірақ балдары жақсы жаңағы шараларға қатысады, үнемі басқарма ұйымдастырған. Сабақтарда өте қызық. Соны жас болса да көрсетіп кетеген бізде. Тарихшы ма ол да? Жоқ, орыс тілі мен әдебиет пәні. Өте жақсы. Ал Мөлдір баста. Демонстрация экранына рұқсат бересіздер ма? 103-ші мектеп. Иә, рұқсат береміз.
Рұқсат береміз. Мөлдір қосылса. Организатор отключил деп тұр ғой, қоссаңыздаршы. Әріптестер, естіліп тұр ма даусымыз? Дұрыс шығар. Естілді. Болды, бастай бер, Мөлдір. Берген жоқ қой демонстрация. Дауыстарыңыз бізге естіліп жатыр. Демонстрация рұқсат берсеңізші. Жоқ әлі демонстрация. Демонстрация беріңізші, 103-ші мектеп. 103. Демонстрация берсеңіздерші, әріптестер. Рұқсат бермейсіздер ғой. Бермей. Ағай, 103-ші мектеп. Демонстрация рұқсат. Или интернет не қалды ма? Әріптестер, рұқсат берсеңіздерші, 103-ші мектеп. Слайд көрсетуге. Өзі демонстрация қылсын. Болды, уақыт неғып қалды ғой? Қосылды ма? 4-ақ минут қалды. Қайттан кірістірме. Айгүл апай, өзіміз зум ашып жалғастырып жүрсек қалай болады? Я сөйтсем, Жалғастырып, қазір қайтадан қосыла салайық та оданша. я уақыт бітіп қалады қазір. Иә, қазір мына кісілердің уақыттары бітіп қалады да, айтып та үлгермейміз. Қазір уақыт бітіп қалса, бекерге 3 минут қалды ма? Мынаны қосып жібер шын. Қалай басқа неге берсін? Не? Демонстрация.
Онда ше жаңадан. Шыға берейік па онда мынадан? әріптестер шығып зум несін жібердік, ссылкасын қайтадан сол екінші ссылкаға қосылыңыздар. Бұл дос қала береміз, басқа жоқ, олар слайд көрсеткенде дос берді жатыр ғой, соны білмейтін. Көбісі ғана дос. Bilmiyorum. Кімнің өзі тұқпай кетті? Aliyan'ın. Ол да шыға береді.